Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмі. Бүгінгі сабақта екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмін қолдануды, баған түрінде есептеуді үйренесіңдер. Мысалдарды шығарып, балалардың әрқайсының өз жалаушасын тауып көрейік. Мысалы, мұнда қызыл жалаушада 28 бен 31-дің қосындысы берілген. Қалай ойлайсыңдар балалар? Қай баланың жалаушасы осы 28 бен 31-дің қосындысын құрайды? Қане бірге ойланып шығарып көрейік. Жарайсыңдар. 28 бен 31-дің қосындысы 59. Демек, бұл жалауша аяланың екен. Ал 44 бен 26-ның қосындысы қаншаға тең? Мұқият ойланамыз. 44 бен 26-ның қосындысы 70-ге тең. Бұл жалауша ұлтайға тиесілі екен. 98 бен 44-дің айырмасы нешеге тең екен? 54-ге тең. Бұл жасыл жалауша Арафаттың жалаушасы екен. Ал енді 85-тен 12-ні азайтамыз. 85 пен 12-ның айырмасы 73-ге тең. Демек, сары жалауша Нұрасылдікі. 96 мен 43-дің айырмасы ол 53-ге тең. Демек, бұл жалауша Ақдидардың жалаушасы екен. Балалар, біз балалардың әрқайсының өз жалаушасын тауып беруге көмектестік. Сендер де дұрыс тапты деп ойлаймын. Ал енді осы шығарған есептерімізді баған түрінде қалай жазған ыңғайлы, соны түсіндіріп көрейік. Мысалы, 28 бен 31-дің қосындысы 59-ға тең. Ал енді оны баған түрінде дәлелдеп көрейік. Біз алдыңғы сабақта бірліктерді бірліктерге қосамыз, ондықтарды ондықтарға қосамыз деп үйреткен болатынбыз. Демек, мұнда 28-де 8 бірлік, 31-де 1 бірлік бар. 8 бен 1-дің қосындысы 9-ға тең. Енді ондықтарды қосамыз. 2 ондық пен 3 ондықтың қосындысы 5-ке тең. Яғни 28 бен 31-дің қосындысы 59-ға тең. Ал 85 пен 12-ның айырмасы 73-ке тең. Оны баған түрінде шығарып, дәлелдеп көрейік. 5 бірлік пен 2 бірліктің айырмасы 3-ке тең. Балалар, естеріңде болсын, бірліктерді бірліктердің тұсына жазамыз, ал ондықтарды ондықтардың тұсына жазамыз. Енді 8 ондық пен 1 ондықтың айырмасы 7-ге тең. Демек, 85 пен 12-ның айырмасы 73-ке тең. Есептеуді осылай баған түрінде жазып шығарған өте ыңғайлы. Естеріңде болсын, әртүрлі өлшем бірліктерінде өрнектелген шамаларды бірдей өлшем бірліктерге айналдырып алып, содан соң амалды орындаған тиіс. Мысалы, мына есепті түсіндіре отырып есептеп көрейік. 98 сантиметр мен 23 сантиметрдің айырмасын жазамыз. Яғни, мұнда өлшем бірлік сантиметр. Сантиметрдің өзін жазып қоямыз. Яғни, ұзындық өлшем бірлігі сантиметрді көрсетіп тұр. Енді бірліктерден бірліктерді азайтамыз. Яғни, 98-де 8 бірлік, 23-де 3 бірлік бар. 8 бен 3-дің айырмасы 5-ге тең. Енді ондықтардан ондықтарды азайтамыз. 9 бен 2-ның айырмасы 7-ге тең. Яғни, 98 сантиметр мен 23 сантиметрдің айырмасы 75 сантиметрге тең. Келесі мысалға назар аударайық. 4 дециметр 2 сантиметрден азайтамыз, қосамыз 4 дециметр 7 сантиметрге. Енді ұзындық өлшем бірлігін жазып қоямыз, яғни сантиметрді.
Енді бірліктерді қосамыз. 2 бірлікке 7 бірлікті қоссаң 9 бірлік. Ары қарай өлшем бірліктерді мұнда дециметр беріліп тұр, сондықтан да дециметрді жазамыз. Мұнда өлшем бірліктері бірдей, сондықтан да дециметрді жазамыз. Ал енді ондықтарды қосамыз. 4-ке 4-ті қоссаң 8-ге тең. Демек 4 дециметр 2 сантиметрге 4 дециметр 7 сантиметрді қоссаң 8 дециметр 9 сантиметр. Келесі есепке назар аударайық. Спорт жарысына 25 қыз қатысты. 12 қыз жүгірді, ал қалғандары ұзындыққа секірді. Неше қыз ұзындыққа секірді? Алдымен есептің шартын құрайық. Мұнда бізде жүгірген қыздардың саны белгілі. Яғни жүгірді 12 қыз. Ал секірген, ұзындыққа секірген қыздардың саны белгісіз. Бірақ барлығы 25 қыз қатысқан. Енді есептің шешуін табу үшін біз азайту амалын қолданамыз. 25 пен 12-нің айырмасы 13-ке тең. Жауабы 13 қыз секірді. Ал енді осы есепті баған түрінде есептеп көрейік. 25-те 5 бірлік бар, 12-де 2 бірлік бар. Яғни 5 бірліктен 2 бірлікті азайтқанда 3 бірлік болады. Ал 2 ондықтан 1 ондықты азайтқанда 1 ондық болады. Міне осылайша баған түрінде есептеу бізге тез әрі ыңғайлы. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар.